Бұл мектептің тұтас қазақстандық білім берусіндегі десі басым абырой асқақ. Әңгіме дарынды балалардың қаншама легін түлеткен Ыбырай Алтынсарин мектебі жайлы. Дала қоңырауының есіміндегі білім ұясының іргесі қаланғанына да биыл 140 жыл. Бір ғасыр 40 жылдан асып бара жатқан білім тарихына тағзым еткен салтанатқа еліміздің сан тарабындағы түлектері мен әр жылдары еңбек еткен ұстаздар жиналды. Гүлмира Тасанова 30 жылдай тәжірибесі бар мұғалім. Бүгінде қызметін Астанада жалғастыруда. Әйтсе де, Алтынсарин атындағы гимназияның ұжымы ыстық. Мұнда ол 28 жыл еңбек еткен. Қабырғалы білім ордасының 140 жылдығына арнайы келген. Ыбырай атамыздың негізін салған мектебіміздің 140 жылдық мерейтойымен барша ұжымды, барша оқушыларымызды, ата-аналарды шын жүректен құттықтаймын. 1000 жылдық тарихы бар, 1000 жылдық шежіресі бар мектептің осындай нәтижесі, осындай дәрежелері, барлық жетісіп отқан жетістіктері әрине бұл ұстаздардың арқасы. Сондықтан да ойлаймын, осындай бүгінгі мерейтойда ұстаздар қауымына үлкен шығармашылық табыстар мен үлкен жетістіктер тілеймін. Ал Гүлжиян Күдебаева жайлы фильм түсірсе болады. Бұл кісі ғұмырының жарты ғасырға жуығын бала тәрбиесіне білім беру саласына арнаған алтын әріпті педагог. 45 жылдық еңбек жолының 43-і осы ұяда өткен. Бүгінде бейнетінің берекесі зейнетін көруде.